Мұсылмандық жолдың бастауы иман. Кісінің салиқалы істері одан кейінгі кезекте. Алайда бүгіндері мұсылмандықты намаз оқумен шектейтіндер аз емес. Бірақ Алланың бар әрі бір екендігіне толық илана алмай тұрған адам намазды қайдан оқысын? Біреулердің қыстағанымен оқыған күнде де көп кешікпей тастап кетпесіне кім кепіл? Бейне намаздан кейін намаз жаман деген мәтел сонда көрінеді. Ал ақырет жайлы хабары жоқ адамға жаннат, тозақ жайлы не айтасыз? Тозаққа түссек түсеміз, қайтеміз енді дегендерге не дейсіз? Ақыретте деген мықты иман болмаса, жұмақ пен тұмақ жайлы ақиқат баяғының ертегісіндей көрінеді. Мәселен, кей адамдардың өлеңдерінде хор қыздары ертегі кейіпкеріндегідей суреттелмеуші ме еді? Кейде мұсылманмын деп жүрген адамның өзі басына түскен түрлі жағдайларды Алладан емес, өзі секілді адамдардың ісі деп біледі. Сондай-ақ өлім бар екенін біліп тұрып ешқашан өлмейтіндей өмір сүреді. Бұлардың бәрі сайып келгенге иман жайлы білімнің таяздығынан. Сондықтан Аллаға иман келтіріп толық бойсынбаған кісілерге мардымды ештеңе түсіндіре алмайсыз. Хақ. Ендеше мұсылмандықтың бүкіл ісін иманнан бастауымыз керек. Абай атамыздың қара сөздерінің бірінде ақылды адамға иман парыз, иманды адамға құлшылық парыз деуінде де терең мазмұн жатыр. Айналамыздағы жаратылыс деген алып кітапты ақыл көзімен оқып Алланың шексіз шеберлігін ұғына білген адам ғана иманға келеді. Қысты күні қар астында қалып, өлім құшағына енген тіршілік иелерінің көктем шыға денелеріне жан бітіп, қайта тірілуі өлгеннен кейін өмір бар екендігінің қисынды дәлелі. Сондай-ақ ешбір нұсқансыз нәзік дәлдікпен жаратылған ғаламдағы үйлесімдікті көре білу де Алланың бар екендігін мойындатады. Осыларды ақылмен зерделей білген жан иманның дәмін сезеді. Бізді қоршаған алып ғаламның жаратушысы бар екенін, адам баласын тектен текке жаратпағанын, айналадағы барша жаратылыс өз тілінде Алланың бар екенін паш етіп тұрғанын түсіну өте маңызды. Осылардың бәрін ескерген хакім Абай, мүмин болсаң әуелі иманды бол, пендеге иман өзі ашады жол, деп жырлайды. Ал жүрегіне иман нұры орнықпаған кісіге садақа мен зекеттің мәнін түсіндіріп жатпайсыз. Ұлы ақын осы жайлы да тағы бір өлеңінде иманның тазалығын жақсы ұқтырмай, сыртын қанша жуса да іші оңбаған дейді. Негізінде ақырет жайлы айқын иманы бар адам Алла жолындағы жақсылықтарын ешкімнің нұсқауынсыз-ақ атқара бермек. Қасиетті Құран кәрімнің көптеген аяттарында иман келтіріп ізгі амал жасағандар деп ретімен айтылса, хадис шәріптерінің бірінде исламның 5 негізден құралатын, олардың көшбасшысында Аллаға және пайғамбарымызға иман ету тұратыны айтылған.